қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Бүгін кезекті қоғамдық тыңдауда Сарбаз Ақтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданындағы Қызылқұм 2 учаскесінде ақтас қабықша өндіру бойынша карьер үшін 2025-2018 жылдарға рұқсат етілген шығарындылары нормативтерінің жобасы және ықпал ету рұқсатын алу бойынша тыңдалуға шақырылып отыр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 73 бабына және Қазақстан Республикасы экология, биология және табиғи ресурстар министрлігінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 3 тамызындағы нөмір 286 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде өзімді Батыр ауылы әкімшілігінің бас маманы Арсланбаев және Өмірбекұлы, ал хатшысы ретінде Сейітмағамбетов Сағын кандидатураларын ұсынылады. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Жоқ. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Аталған азаматтарға қоғамдық тыңдаудың жұмысына кірісуге рұқсат. Бұл қоғамдық тыңдаудың мақсаты тапсырыс беруші Сарбаз Ақтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында Қызылқұм 2 учаскесінде ақтас қабықша өндіру бойынша карьер үшін 2025-2018 жылдарға рұқсат етілген шығарындылары нормативтерінің жобасы және ықпал ету рұқсатын алу бойынша қоғамды таныстыру және хабарландыру болып табылады. Жобаны жасақтаған Big Project Consulting жауапкершілігі серіктестігі баяндама жасауға 5 минут, қосымша сөйлеймін деушілерге 5 минут беріледі. Келісеміз бе? Иә. Осы регламентпен келіссеңіздер, қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі және регламенті бір ауыздан бекітіледі. Ұсыныс сұрақтарыңыз болса, негізгі баяндаманы тыңдап болғаннан кейін талқылауға көшсек. Тапсырыс беруші Сарбаз Ақтау жауапкершілігі серіктестігі атынан бүгін қатысып отыр Сейітмағамбетов Сағын, мекеме басшысы. Күн тәртібі мәселесі бойынша сөз Big Project Consulting жауапкершілігі Ералы Нұрдәулетке сөз беріледі. Бүгінгі талқылауға Сарбаз Ақтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданындағы Қызылқұм 2 учаскесінде ақтас қабықша өндіру бойынша карьері үшін 2025-2018 жылдарға рұқсат етілген шығарындылары нормативінің жобасы және ықпал ету рұқсатын алу шығарындылары жобаға тапсырыс беруші Сарбаз Ақтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, әзірлеуші Big Project Consulting жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жобалар Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтарда экологиялық кодексіне және экологиялық министрлігінің 2021 жылғы 280 және 286 бұйрықтарына сәйкес дайындалды. Қызылқұм 2 учаскесі Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында орналасқан, Ақтау қаласынан орналасқан жері қойнау пайдаланушы кеңсесі мен өндірістік базасының орналасқан жері 50 шақырым километр жерде орналасқан. Ол Құрық кентінің аудан орталығына батысқа қарай 30 километр жерде орналасқан. Өндірілген ақтас қабығын пайдаланушы негізгі бағыты қабырға тасын өндіру. Қабықша ақтас өндіру бойынша карьердің жылдық өнімділігі, яғни пайдалы қазбалары бойынша 50 мың кубты құрайды. Кен орны орналасқан ауданында атмосфералық ауаны ластаушы бағытталатын стационарлық бекеттер жоқ. Яғни барлық атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындыларының 8 көзі анықталды. Оның барлығы ұйымдастырылмаған. Яғни 2025-2032 жылдарға ластаушы заттарды шығарындыларының лимиттері жылына 0,921-562-605 тоннаны құрайды. Кен орны пайдалануға барысында қалдықтардың бір түрі түзіледі, яғни қалдықтарды жинақтау лимиттері жылынан шамамен 0,375 тоннаны құрайды. Қалдықтарды атауы аралас коммуналдық қалдықтар болып табылады. Өндіріс кезінде қалдықтардың объекті аумағында арнайы контейнерлерге уақытша сақталады. Содан кейін мамандандырылған ұйымдармен жасақталған шарттарға сәйкес кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге немесе залалсыздандыруға беріледі.
табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыру қоршаған ортаға әсерін барынша азайтуға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Баяндамашыға ұсыныс, пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз бар ма? Басқа сұрақтар жоқ болса, қоғам тыңдауды өтті деп есептеп санаймыз. Қоғам тыңдаудың қорытындысы бойынша хаттама жасақталады. Онда бүгінгі мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертпелер енгізіліп, түзетіліп, содан кейін ғана хаттама қол қойылады. Және қайтадан сайтқа жіберіледі. Қоғам тыңдауды жабық деп жариялаймын. Болды.